Саламатсыңдар ма балалар? Міне күзгі демалыс та келіп жетті. Балалар, күзгі демалыстағы қауіпсіздік ережелерімен танысамыз. Қауіпсіздік ол жеке адамның сырттағы қауіп-қатерден қорғануы. Сендер өздеріңді қорғау арқылы және қауіпсіздік ережелерін сақтау арқылы басқалардың да өмірін сақтап қала аласыңдар. Өмірде болып жатқан барлық төтенше жағдайлар осы тұрмыстық қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан болып жатады. Балалар, жолда жүргенде жол ережесін сақтаңдар. Көлік көп жүретін жерде ойнауға болмайды. Үйде жалғыз қалғанда қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Үшкір затпен ойнауға болмайды. Ол сенің өмірің үшін өте қауіпті. Электр желісіне жақындама. Ыстық затқа жолама. Дәрі-дәрмектерді үлкендердің рұқсатынсыз алуға болмайды. Балконға және терезеге шығып ойнауға болмайды. Ол өте қауіпті. Үтікпен ойнауға болмайды. Газ өте қауіпті. Уланып қалуың мүмкін. Электр желісіне үшкір заттарды кіргізіп ойнауға болмайды. Ток ұрады. Сіріңкемен ойнама, өрт шығады. Өрт ол тілсіз жау. Сіріңке немесе оттық тауып алсаң, міндетті түрде ата-анаңа бер. Естеріңде болсын, сіріңке ол ойыншық емес. Электр құралдарымен жұмыс жасау кезінде өрт қауіпсіздігін сақтау керек. Үйде жалғыз болғанда бөтен адамдарды үйге кіргізбеу керек. Бөтен біреудің машинасына отырма. Қыдырып жүргенде бөтен адамдардан тәтті, басқа да сыйлықтар алмау керектігін білуің керек. Бөтен адам қоңырау соқса, жауап беруге болмайды. Балалар, әрқашан жолда жүру ережесін сақтаңдар. Жолдың маңайында ешқашан ойнамаңдар. Қоғамдық жерде өздеріңді ұстаңдар. Тәртіпті болыңдар. Кішкентай балаларға пышақ ұстауға болмайды. Қолыңды жарақаттап алуың мүмкін. Оқу құралдарын қолданғанда да қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытпа. Сонымен қатар балалар, қазір біздің елімізде төтенше жағдай жарияланған. Коронавирустан сақтанудың жолдарын білуіміз керек. Қолды сабынмен мұқият жуу керек, немесе антисептик негіздегі құралдармен сүрту керек. Сонымен қатар қолмен ауыз, мұрын, көзді ұстауға болмайды. Ауруға шалдыққан адамдардан алшақ жүру керек. Бетпердені үнемі пайдалану керек. Жеке гигиенаны сақтап, бетті ұстауға болмайды. Жөтелгенде майлықты қолдану қажет. Түшкірген кезде шынтақпен жабу керек. Сонымен қатар арақашықтықты сақтау қажет. Дұрыс тәрбие балаға болашаққа деген сеніммен қарауға және қауіп-қатерді тез білуге үйретеді. Ұрпақ тәрбиесі болашақтың тірегі. Өз өмірімізді сақтайық. Сендер біз үшін қымбатсыңдар балалар.